Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабаққа дайын болсақ, сабағымызды бастайық. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз тұсаукесер жыры. Бүгінгі сабақта біз өлеңнің мазмұны бойынша сұраққа жауап беруді және де сұрақтардың жауабын мәтіннен табуды үйренетін боламыз. Бірінші тапсырма: сурет бойынша әңгімеле. Алдымен, содан кейін, содан соң деген тіркестерді пайдаланып, тұсаукесер рәсімі туралы айт. Білгенің жөн. Тұсаукесер рәсімі бала алғаш жүре бастағанда жасалады. Ауылдағы сыйлы адамға баланың тұсауын кестіреді. Осы рәсім кезінде тұсаукесер жыры айтылады. Қыз балам, қадам бассаң мәз болам. Қыз балам, тақымыңды жаз балам. Көрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін. Қадамыңа қарайық, басқаныңды санайық. Қыз балам, қадам бассаң мәз болам. Қыз балам, аяғыңды бас балам. Қыз балам, жүре ғой, балтырыңды түре ғой. Тай қолын боп шаба ғой, озып бәйге ала ғой. Қыз баса ғой қарағым, құтты болсын қадамың. Өмірге аяқ баса бер, асулардан аса бер. Жарасқан Әбдірашев 7 наурызда 1948 жылы Қызылорда облысы Арал ауданы Аманөткел ауылында дүниеге келген. Қазақтың көрнекі ақыны, сыншы, аудармашы. 1969 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. Еңбек жолын журналистика саласында бастап, әртүрлі басылымдарда қызмет атқарады. Оның шығармалары қазақ әдебиетінде ерекше орын алады. Жарасқан Әбдірашев 2001 жылы 10 ақпанда Алматы қаласында дүниеден өткен. Екінші тапсырма: өлеңді мәнерлеп оқы. Тұсаукесер. Тұсауың кесілді, сүрінбе деді атам. Тұзағың шешілді, күлімде деді атам. Тұсауың кесілді, түс жолға деді атам. Тұзағың шешілді, ұшсамға деді атам. Тұсауың кесілді, тұлпар бол деді атам. Тұзағың шешілді, сұңқар бол деді атам. Жарасқан Әбдірашев. Үшінші тапсырма: сұрақтарға жауап бер. Атасы немересіне қандай жақсы тілектер айтты? Атасының батаға лайық сөздерін көшіріп жаз. Яғни бұл жерде сендерге үлгі беріліп тұр. Үлгіде сүрінбе, күлімде деген тілектер берілген. Сендер өлеңнен осыған ұқсас сөздерді тауып көшіріп жазуларың керек. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақта белсенді болдыңдар. Үйге тапсырма: тұсаукесер өлеңін жаттау.